ұлы ұстаз ағартушы Ахмет Байтұрсыновтың туғанына 150 жыл. Осыған орай қазақ халқының рухани көсемі атты дөңгелек столымызды бастаймыз. Ахмет Байтұрсынов неше жыл туған балалар? 1878 жылы туылды. 1878 жылы туылды. Қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Ақкөл ауылында дүниеге келген. Ахмет Байтұрсыновтың қандай өлеңдерін білесіздер балалар? Адамдық диқаншы, балық пен балықшы. Көптеген балаларға арналған өлеңдері бар. Сол бір өлеңнің кәне мақсат айта ғой, 3-ші сынып оқушысы. Қазақ халқы өлеңі. Қаз еді қатар ұшып қарқылдаған, сахара көлге қонып салқындаған, бір өртке қадам шығып душар болып, не қалды тәнімізде шарпылмаған. Алаштың адамының бәрі мәлім, кім қалды таразыға тартылмаған, дегендермен жақсының толып жатыр, жақсылық өз басынан артылмаған. Ал тақылдап құрып сықсып сөйлейтін көп, еппілдеп ұшқыр атшақ қарпылмаған, бос белгі босын туған бос бала кеп, кездей шала басып қарпылмаған. Осымен бүгінгі дөңгелек столымызды